Алтын Ордаға 10 мың жыл. Қазіргі ресми тарих бойынша Алтын Орда 13-16 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Алайда зерттеуші Әділбек Ишанбекұлы бұл ұлы империяның тамыры әлдеқайда тереңде 10 000 жыл бұрын жатқанын айтады. Оның пікірінше Алтын Орда тек Шыңғыс хан дәуіріндегі мемлекет емес, ежелгі өркениеттерден бастау алған көне ұғым. Себебі Алтын Орда Қыпшақ хандығы және ұлы ұлыс деп те аталған. Зерттеуші бұл көзқарасын шумер жазбаларына сүйене отырып дәлелдейді. Шумер тіліндегі кусек немесе кук сөзі алтын ұстасы, күндей, киелі деген мағына береді. Бұл ұғым көк тәңіріне табынған шумерлердің мәдениетімен тығыз байланысты. Олар көк тәңірді Кукиану Дингир деп атаған. Шумерлердің Ур немесе Уруш қалаларында алтын бұйымдар кеңінен қолданылған. Бұл алтындар қазіргі Түркиядағы Аттара деген жерден жеткізілгені айтылады. Және ол аумақтар Сейхун немесе Сарус бойындағы ежелгі Комана, Катауния немесе Ория қаласы да алтын, қасиетті деген мағыналармен байланысты болған. Куман атауы да осындай терең тарихи мағынаға ие. Батыс деректерінде бұл атау бозғылт сары, күнге ұқсаған деген мағынада қолданылған. Половец, Валани, Сарочин, Сары Қыпшақ, Катон, Күнсақ, Қаңғар, Қаңлы, Қоңырат, Татар, Ямак, Язык, Алтын. Оба және Ауруш сынды атаулар да Куман Қыпшақпен байланыстырылған. Көне Рим мен грек деректерінде Куман бекінісі Кавказ қақпасы ретінде аталады. Бірінші ғасырда өмір сүрген Плиний мен Страбон бұл жерді Порто Кумана деп жазған. Скифтердің Пали, Паралата, Сколоты секілді атаулары мен Полиаус термині де күнге, билікке және жауынгерлікке қатысты мағыналар береді. Сонымен қатар, Куман атауы 4000 жыл бұрынғы Кизуатна мемлекетінің орталық қаласы ретінде де кездеседі. Тохар және Куча тілдерінде алтын сөзі Уас және Яса түрінде айтылады. Бұл сөздер Қыпшақ жеріндегі Яса, Қазан қаларының және Сарматтардың көне атауы Язык атауларына ұқсас, әрі Алтын Орданың астанасы болған Сарай атауымен синоним болып тұр. Демек, Алтын Орда тек ортағасырлық мемлекет емес, ежелгі замандардан бастау алған ұлы өркениеттің жалғасы. Оның тарихи, тілдік, мәдени негіздері мыңдаған жыл бұрын қалыптасқан. Бұл түркілік тамырларымыздың тереңдігін көрсететін тың көзқарас.